Екінші соқырдың әңгімесі. Менің соқыр болуымда да айтып тауысқысыз толып жатқан әңгіме бар, деді екінші соқыр. Мен де бір патшаның баласы едім. Жасымда оқып, барлық ғылымнан хабары бар ғалым болдым. Құранды жатқа оқитын, әдемі үнді, мақтаулы қари едім. Бірнеше ақындардың, жазушылардың шығармаларын жатқа білдім. Менің бұл зеректігім жан-жақтағы патшаларға естілді. Үнді патшасы қызығып, мені күйеу қылмақ болды. Әкеме бірнеше рет хат жазып, хабаршы кісілерін жіберіп, еліне мені шақыртты. Әкем оның тілегін қабыл етіп, мені бірнеше кісілермен үндіге аттандырды. Біз көліктерімізбен кемеге отырып жүріп кеттік. Судан аман шығып, жүктерді түрлі хайуандарға артып, салт атпен сапар еттік. Ыстық жердің сазарған сары даласы еді. Көздің ұшынан шалқыған түтіндей будақ-будақ шаң көрінді. Бірте-бірте таянып, шаң астынан салт атты, қару-жарақты сарбаз шықты. Араб елінің әскері екен. Қолдарында Қытай елінің жалаңдаған найзалары бар. Бізді бөгеп, қайда баратынымызды, қайдан келе жатқанымызды сұрады. Оларға үнді патшасына апара жатқан мал екенін, өзіміздің сол патшаға күйеу бола бара жатқанымызды білдірдік. Оны білген соң келе тиді де, кісілерді қырып салды. Бір қатар кісілер қашып жан сақтады. Өзім де жаралы боп қашып тауға тығылдым. Арып-ашып, сүйретіліп бір қалаға жеттім. Қала шексіз үлкен, сәнді қала екен. Бір етік жамаушының жанына келіп, жай білдірдім. Ол менің жайымды тыңдап, басын төмен салып біраз ойлады. Артынан маған, бұл жайыңды ешкімге айта көрме. Егер біреу білсе, сені тірі қоймайды. Сенің әкеңмен бұл қаланың патшасы қас. Кәсіп етіп күніңді көріп жүре бер, деді. Сөйтіп қандай өнер білесің деп сұрады. Мен түрлі ғылымнан хабарым бар ғалым екенімді айттым. Ей балам, деді жамаушы. Бұл қалада түкке тұрмайтын өнерің бар екен. Ғалым кісінің біздің шәһәрда жамаушы мендей де құны жоқ. Ондай өнер бар кісінің жүздегені қайыр сұрайды. Тіпті еш нәрсе істей алмаса, аштан өледі. Сен өлмес қамыңды істеп, бір жіп тауып алып, таудан отын әкел. Соны сатып нан тауып же. Мен ұзамай-ақ ол сөздің шын екенін көзіммен көрдім. Өлмес қамымды істеп, таудан отын арқалап әкеліп саттым. Бұл кәсіп те маған баянды болмады, пәлеге ұшырадым. Бір күні тауға отынға барып, үлкен бір ағаштың шіріген түбін сындырып алғалы түбін кеуледім. Ағашын алған соң астынан бір үңгір шықты. Үңгірге кіріп, ішін қарағым келді де жүре бердім. Бара-бара астынан бір баспалдақ көрінді. Мен оған таңырқап төмен түсе бердім. Баспалдақ жер астындағы бір сарайға апарды. Сарайда салтанатты үйлер салынған. Ішінде адам жоқ. Аралап келсем, бір үйде сұлу қыз отыр. Оның жүзін ақын кісі былай суреттегендей. Жаннаттағы құрғызы қызметіне тұрғандай, уақытындай шараптың жанды серсоқ қылғандай. Жібек шашы құлпырып, құралайдай бір сұлу пайда болды көрдім де, жүрегіме бір жылу. Қыз мені көрді де, сен перімісің, жынбысың, адам болсаң, бұған қалай келдің? Мен 25 жылдан бері осы сарайда тұтқын едім. Содан бері адам баласын көргенім жоқ. Егер сен адам болсаң, Құдайдың көмегімен болған іс болар. Сенің дидарыңды көргеніме шүкір. Сенің көріп жүзіңді, көтерілді көңілім, жасарғандай жаз келіп, қайғы басқан өмірім, деді. Ол менің мән жайымды сұрап, әңгімеге кірістік. Мен бастан өткен жайды сөйледім. Көрген бейнеттерімді тыңдап күйінді. Өзім Анбос деген патшаның қызы едім. Тұқымдас бір патшаның баласына бермек болып, той қылып, неке қиғалы жатқанда дию алып қашты. Содан бері осы жерге әкеліп қойды. Өзі 10 күнде бір келіп қасымда ұйықтайды. Мына бір тақтайға 2 жазу жазды. Егер диюды келсін десем, соны сипаймын. Ол көзді ашып жұмғанша жаныма келеді. Дию кеткелі 4 күн болды. Енді 6 күнде қайтып келеді. Сен 5 күн қасымда бол. Оған дейін ойнап күліп, көңіл көтерейік. Дию келерден 1 күн бұрын шығып кетсең, бәледен құтыласың, деді. Қыз мені моншаға апарып жуындырды.
Үстіме киім кигізді, шарап әкеліп ішкізіп, тамақ даярлады. Одан кейін жаттық. Мен ұйықтағанда қыз ұйықтамай, бойымды сипап, өз еріндей күтті. Көңіл сусынған бастай, қызық әңгімелер айттық. Қыз өлең айтып көңіл көтерді. Көзді ашып жұмғандай болмай, 5 күн өтіп те кетті. Қыз, сен енді бұл жерден кет, деді. Қалай кетейін, сенсіз минутта тұруға сабырым жоқ. Егер кетсем, сені алып кетем. Сендей сұлуды Диюдың мола сияқты мекеніне қалай қалдырам, дедім. Дию 10 күнде бір келіп, бір түн қасымда болады. Онан кейінгі күн екеумізге аз ба? Оған мен қанағаттанбадым. Қыз құшып, шарап жұтқан көңілімді шарықтап, әлде қандай батырлық кернеді. Бұл Диюды өлтірейін деген ой түсті. Барып сипап шақыратын тақтайды сипап, келсе Диюды өлтірмек болдым. Бардым да тақтайды сипап жібердім. Қыз жылап, енді құрдық, деді. Шахризада осыған жетіп, әңгімесін үзді. Жалғасы ертеңге қалды.